Армысыздар ардақтаған ипотекалық дәрігер атты YouTube каналыма қош келдіңіздер. Есімім Рүстем болады. Бүгінгі тақырыпта өте актуалды тақырыптардың бірі МПФ, яғни зейнетқордағы ақшаны алу амалдары мен тәсілдері. Жыл соңына дейін осыны істеп қалсаңыздар екен. Неге? 2022-ден өздеріңіз білесіздер, МПФ-тегі ақшаны қолдану, яғни шектік соманы 2 есеге ұлғайтып жатыр. Яғни қолжетімсіз болмақ. Бұқаралық ақпарат құралдары, Instagram беттерінде белгілі блогерлар сіздерден бір сүйінші сұрағандай осының бәрін айтты. Ол әңгіме рас. Кеше ғана өздеріңіз естіген шығарсыздар, МПФ-тің председателі Құрманов мырза өзінің берген интервьюінде, яғни сұхбатында, біз бұл шектік соманы жыл сайын көтеріп отырамыз деді. Ол жерде олар енді ешқандай бір аргумент болған жоқ. Қандай заң аясында, не үшін көтеріп жатыр ол ақшаны? Ол кісі былай деп айтты. Минимальный зарплата көтеріліп жатыр, пенсияны көтеріп жатыр. Біз соларға қарадық та, давай біз шектік соманы көтерейік деп осылай көтердік деді. Бұл енді барып тұрған масқара, ұят тірлік. Қазірдің өзінде шектік сомаға жете алмай жатқан азаматтар келесі жылы мүлдем ұмытса да болады. Сондықтан, құрметті достар, дәл осы видеоның соңына дейін қараңыздар, таныстарыңызға, ағайын туыс, бауырлар барлығына таратыңыздар. Жыл соңына дейін қандай да бір сома болса, қолданып қалыңыздар. Қазір мен сіздерге оның барлығын көрсетіп айтатын боламын. Жалпы жас ерекшелігіне байланысты шектік сомадан асқан қаражатты сіздер жақын туыстарыңызға уступка, яғни табыстай аласыздар. Көп азаматтар осыны білмейді екен. Қазір мен сіздерге оны толыққан түсіндіріп беремін. Табыстап жақын туыстарына үй жағдайын жақсарту мақсатында. Яғни үй жағдайын жақсартуға нелер кіреді? Жер үй сатып алу, жер сатып алып үй салу, ипотекалық займ болса, оны ішінара частичный погашение, досрочный погашение төлеу, немесе алғашқы жарна ретінде ипотекаға қолдану, сонымен қатар емделуге жұмсай аласыз. Және де бұл жерде инвестициялық компанияларға инвестиция ретінде сол қаражатыңызды аударсаңыз болады. Енді жалпы осы бойынша қандай мақсаттарға қолдана аласыздар? Уступка, жақын туыстар бір-біріне қалай табыстайды, қандай құжаттар тіркеу керек, ол жайында мен толыққанды видео осы YouTube каналымда түсіріп тастаған болатынмын. Плейлист бөліміне өтесіздер да, МПФ ақшасын қолдану тәсілдері, амалдары, мақсаттары деп арнайы бөлім бар, 7-8 видео бар, соның бәрін қарап шықсаңыздар болады. Спецшот қалай ашу керек, уступка қалай жасау керек. Ана жерде 16 минуттан асқан бір видео бар, жақын туыстарға уступканы қалай жасайсыздар. Оны міндетті түрде көріңіздер да. Өте керекті ақпараттар. Қараңыздар. Мына жерге арнайы сайт жазып қойдым. mpf-отбасы.kz. Осы сайт арқылы мына жерде бүткіл мен айтқан, басында айтқан ақпаратпен осы сайттан таныссаңыздар да болады. Өзіңіздің жасыңызды, жылыңызды, айыңызды терсеңіз, сіз қанша сома ала аласыз, соны да білуге болады. Жалпы шектік сома енді ол ешқандай қиындық туындырмайтын шығар. Интернет беттерінде өзіңіз қанша сома шешіп аласыз, білсеңіз болады. Ал бүгінгі тақырып сол ақшаны қалай алу амалдары, қалай қолма-қол ақшалай алу амалдарын сіздерге көрсететін боламын. Ең бірінші мына мәселеге көз жүгіртіп алайық. Қазақстан Республикасының жанұя және отбасы заңына байланысты жақын туыстар кімдер, соны белгілеп алайық. Қараңыздар, жақын туыстар ата-аналар, ағалы інілер, апалы сіңлілер, атасы әжесі, немересі, асырап алушылар және асырап алынғандар, осылар Қазақстан Республикасының заңына байланысты жақын туыстар болып саналады. Және МПФ ақшасын мақсатын қолдану аясында әйел мен күйеуі де бір-біріне жақын туыс ретінде қарастырылған. Міне, көрдіңіздер да? Бұны не үшін айтып жатырмын, сіздерге түсіндіретін боламын. Енді кеттік МПФ ақшасын қалай алу жолдарын. Бірінші вариант, бірінші амалы. Ипотекалық займ болса, соны ішінара толық төлеңіз. Ішінара дегенім частичный погашение немесе толық төлеп тастаңыз. Кез келген банкта ипотекалық бір сіздің займ қарызыңыз болса, сіз не істейсіз? Заемщик, мысалы, мен заемщик дейін да, ер адам, менің әйелім бар, бала-шағам бар, әкем бар, анам бар, атам бар, әжем бар да, мысалы да, мен заемщикпін. Мысал ретінде сіз өзіңіз алып қарасаңыз болады. Ол ер адам болуы мүмкін, әйел адам болуы мүмкін, мысал ретінде айтып жатырмын. Табыста уступка. Бірақ менде пенсионкада артық ақшам жоқ қолдана алатын. Ешқандай артық ақшам жоқ. Сонымен мен не істеймін? Жақын туыстарыма хабарласам. Ата, апа, мама, папа, сіздердің пенсионкада ақшаларыңыз бар ма? Келесі жыл 2 есеге көбейтеді екен. Соны маған беріп тұрасыздар ма? Мен ана ипотекамды төлеп тастайын, кейін сіздерге қайтарам ғой әйтеуір. Құдай бұйыртса деген сияқты сөзбен енді жақын туыстар енді бір-біріңізге көмектесу керек қой. Сонымен мысал ретінде қарайық. Менің атам бар, пенсионер,
пенсионерлер өзінің пенсионкада жатқан ақшасын 50%-ын қолдана алады. Бұны ешкім білмейді. Әжем бар, апам да енді папамның, менің әкемнің анасы мен әкесі ғой. Әжем тоже пенсионер 50%-ын қолдана алады. Мысалы да, атам бар, әжем бар, өзім әйелім 200 мың теңге шығара алады екен. Мамам, өзімнің мамам туған 700 мың теңге ала алады екен пенсионкасынан. Әкем 500 мың теңге ала алады екен. Және ағам бар 200 мың теңге ала алады екен. Бұлар маған уступка жасайды. Жаңағы мына сайтқа кіреді да, уступка близкому родственнику деп цель таңдайды, яғни мақсат айқындайды. Менің иінімді жазады, өзінің иінін жазады, қанша сума ақша алады, соны жазады. Бұны жаңағы сайттан, егов сайтынан немесе МПФ сайтынан біліп алсаңыз болады, қанша сума шығару керек екен. Ары қарата кеттік. Атам маған 50%-ын аударады. Әжем аударады, әйелім маған табыстайды, мамам табыстайды, әкем табыстайды, ағам табыстайды. Осылай. Мен қабылдап алушы, мына кісілер табыстаушы маған. Көмек ретінде беріп жатыр. Мына ипотекамды төлеп тастауға, ішінара частичный погашение немесе толық жауып тастауға. Яғни бұлар запрос жасайды, 3 күн мен 5 күннің арасында бұл кісілердің спецшотына түседі. Спецшотына түскеннен кейін бұл кісілер керекті құжаттарды жүктейді. Мысалы, әйелім мені туысқан ретінде растау үшін неке туралы куәлігін, мамам мені баласы екенін растау үшін менің туу туралы куәлігімді, әкем де туу туралы куәлік, ағам өзінің туу туралы куәлігін және менің туу туралы куәлігімді сайтқа жүктейді. Атам мен апам мысалы өздерінің жаңағы удостоверениялары, әкемнің туу туралы куәлігі, менің туу туралы куәлігімді жүктейді. Яғни мен сол кісілердің баласының баласы, яғни немересімін ғой мен ол кісілердің. Сөйтіп бұл кісілердің ақшасының бәрі менің шотыма түседі. По факту менде пенсионкадан алатын ақшам жоқ. Мен алам да, өзім ипотекалық займ болса, соны частичный погашение немесе толық төлеп тастаймын. Міне бір амалы. 2021 жыл соңына дейін өзіңіздің туысқандардан сұрап, осыны қолданыңыздар. Себебі 2022-де ол қолжетімсіз болады. Яғни шектік соманы 2 есе көтеріп тастайды, құрметті достар. Бұл бірінші вариант. Екінші вариант. МПФ ақшасына тапсырыс бере беріңіздер. Яғни сіздің жақын туыстарыңыз жаңа келіспеді да, өзінің ақшасын беруге. Бірақ сізде өзіңізде бар қандай да бір сумма. 200 мың теңге, 300 мың теңге. Өздеріңіз білесіздер ғой да, отбасы банкінің председателі айтқан болатын. Желтоқсан айында МПФ-тің ақшасын жилстрой депозитіне аударуға мүмкіндік болады деген. Бірақ ол әлі іске асқан жоқ. Оны қаңтар немесе ақпан айына қалдырды деген сондай сыбыстар бар. Дегенмен де, құрметті достар, мына вариантты ұсынамын сіздерге. МПФ ақшасына заказ бересіздер, ол сіздің спецшотыңызға түседі. Спецшотыңызда ол 45 жұмыс күні жатады. 45 жұмыс күні дегеніңіз почти 2 ай. Жыл соңына таман, мысалы қараңыздар, 20 декабрь немесе 21 декабрь ақшаға тапсырыс бересіздер. Кез келген мақсат таңдайсыздар. Жаңағы отбасы банкінің алғашқы жарнаға қолданам, немесе ипотеканы ішінара төлейм деген сияқты. Уступкадан басқа кез келген мақсатты таңдайсыздар, сөйтіп ақша заказ бересіздер. Енді қараңыздар, ақшаңыз сіздің 25 декабрь түссе, сізде по факту 25 февраль 2022-ге дейін уақыт бар ол ақшаны қолдануға, 45 жұмыс күні. Яғни осы аралықта отбасы банкінде депозитке аудару функциясы қосылып қалуы әбден мүмкін. Сол кезде сіз не істейсіз? Жаңағы сайтқа кіресіз да, мои заявки бөліміне өтіп, изменить цель деген болады. Яғни мақсатты өзгерту. Сіз алдында ақшаны басқа бір мақсатпен заказ бердіңіз ғой, соны аласыз да, өзгерте саласыз, отбасы банк депозитіне аударамын деп. Уәля. Сөйтіп, январь немесе февраль айында ол заң іске қосылса, сіз жаңа спецшоттағы ақшаңызды отбасы банк депозитіне аудара саласыздар. Міне. Бұл екінші вариант. Ары қаратай, құрметті достар, үшінші вариант 100% выкуп, қолма-қол ақшаға белгілі бір үйді сатып алу. Яғни жақын емес туысқандардан. Қазақстан Республикасы бойынша жақын туыстар мыналар. МПФ ақшасын қолданып, жақын туыстардан үй сатып ала алмайсыздар. Бірақ жақын емес туыстардан сатып алуға болады. Олар кімдер? Мысалы, қараңыз. Мен өзімнің, әйелімнің әкесінен, анасынан, немесе бауырымның, әйелінің әкесі мен анасынан, жақын туыстармен келісеміз. Мысалы, менің енем дейік. Енемнің үйі бар. Менің пенсионкада жатқан бір 2 миллион, 3 миллион, немесе 700 мың теңге, немесе осылай
туыстардың ақшасын бәрін біріктіріп бір 3-4 миллион жасап аламын. По факту ол үйдің бағасы 10 миллион, 15 миллион тұрады дейік. Мен енеммен келісіп аламын. Давайте сіздің үйіңізді как будто сатып алғансыз кейін, по факту конкретно нотариуспен договор жасаймыз, 100% выкуп дейміз да, ақша енемнің счетына түседі. Енемнің счетынан өзіміз шешіп аламыз сосын. Өнен кейін бір аптадан кейін ба, 2 аптадан кейін ба, ол үйді қайттан енемнің күйеуіне, немесе әйелінің бауырларына отчуждение жасай салам нотариус арқылы. Міне, бұның бәрі заңды. Рас өкімет бізге осындай тірлік істесе, неге осы амалды қолданбасқа? Да? Бұл 3-ші вариант. Ары қаратай 4-ші вариант емделуге, оның ішінде стоматологияға жұмсап қалыңыздар. Енді ең оңай вариантын айтып жатырмын, стоматологиялық услугалар. Яғни қандай да бір тісіңіз зақымданған болса, немесе тісіңізді чистка жасату керек болса, имплантация жасау керек болса, МПФ-тің ақшасын жыл соңына дейін қолданып, тісіңізді емдеп алыңыз. Хотя бы. Неге? 2022-ден бастап шектік соманы ұлғайтады, ол ақша 2 есеге өседі, қолжетімсіз болып кетеді. Сондықтан жылдың соңына дейін осы амалдарды қолданып, әйтеуір МПФ-тің ақшасын қолданып қалыңыздар. Деймін ба. Вроде бәрін айтқан сияқтымын. Құрметті достар, тақырып ұнаса лайктарыңызды аямаңыздар, жақын туған туыспен бөлісіңіздер, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.